Намыс ол намыс. Намысты қолдан беріп қоймайық. Жүрек ол жүрек. Шаршаған шығарсыңдар. Жүріңдер, шомылып қайтайық. Қыздар, қараңдар. Қарасыңдар. Ал мен 75 мыңға сатып алдым. 100 мыңға сатып алдым. Таза брендовый. Балдар, біз сұлу болуымыз керекпіз. Даже қыздардан да сұлу болуымыз керекпіз. Білесіңдер, менің қызым качок. Ол жақын арада машина ойнады. Машинаға қатысым. Бұғат етеміз. Дайын сендерді. Рахмет, жақсы қыдырыңдар. Ал менің қызымның уже машинасы бар. Алдамашы, үнемі пешком жүресің ғой сен. Сенбейсіңдер ма? Қазір Алло, Зумагүл. Айтшы, сенде машина бар ғой. Мен досташкам сенбей жатыр. Көрдің ба, бар болған. Просто кеше сат жерді. Жігіттер, мен интернеттен оқыдым. Осыдан бұрынғы ғасырлардан бұрын жігіттердің күштері көп болыпты. Қойшы. Білесіңдер ма? Еще оларда сакал мұрт болыпты. Ұзын. Мен де оқыдым. Немене бәле, бәрің оқып атсыңдар ма? Қазір интернеттерге сенуге болмайды. Сенімсіз қалған. Бұрынғы ата-бабаларымыз сондай болған. Вообще-то сен дұрыс айтып атсың. Қазір сенімсіз ба сондай бір бәле? Бүгін біз клубқа баруымыз керек. Үйренуіміз керек. Болдың күттерші, тез боянайық. Інім, сен нағыз еркек болуың керек. Бұл заманда қазір көбейіп кетті ондай еркек сымақтар. Әжем айтқан еді ғой, баяғыда ұлдарым мықты, қыздар нәзік болған деп. Сондықтан сен де еркек болуың керек. Еркек болам. Мен сен өзім тәрбиелеймін. Кеше қыздар қандай жаттығу істеді? Біз де істеп көрейік та? Кет. Күшті ғана, Кайф. Басқаша сезім. Тағы да біз бұны келіп істейік. Еще қыздар көп болмасын. Кеттік. Осылар үйде не істейді екен? Қызық ше. Маған да қызық. Қызық болса кеттік. Бұл өмірде
қызға айналмаған еркек бар ма? Жалғыздыққа шаршап біттім. Осы қыз сияқты еркектер суқадым жемекші. Көрсем жыным келеді. Бірше ұры өлтіргім келеді соларды. Әттең заң қатал әйтпесе бәрін біртіндеп тәрбиелеп шығады мен өзім. Көзіңе қарап жүрсе қатынға ұқсаған бәле. Қалай сонда қатынға ұқсаған бәле? Жүрсің ғой енді өзің шашың желкеңе шейін өсіріп, қатындар құсап сылам. Мен сені түсіндім. Сен мені басқа қызға айналып кеткен балалар сияқты санап қапсың. Мен ондай емеспін. Мен шаш өсірген маған просто ұнайды. Ақыры таптым ау қызға айналып кетпеген баланы. Онда екеуміз дос болайық. Ана қызға айналып кеткен балдарды еркекке айналдыруға тырысып көрейік. Болады, кеттік. Valla күшті ғой.